Сәлем достар, плюс бәріне керек арнасына қош келдіңіз. Бүгін сіздермен бәріміз сүйіп жейтін жаздың керемет жемісі қауын туралы айтатын боламыз. Қауынның қандай құрамы бар және қандай пайдасы бар екенін сіздерге айта кетейін. Арнамды жоғалтып алмау үшін қоңыраушаны басып қоюды, тіркеліп өз пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Қауын ыстыққа төзімді, жарық сүйгіш, шөлге шыдамды бір жылдық өсімдік. Қауынның құрамында қант, А, П, С дәрумендері, аскорбин қышқылдары, темірдің минералды тұздары, калий, натрий және фруктоза, сахароза, глюкоза, көміртекті бар. Қауын тек дәмі тіл үйіретін жеміс қана емес, оның адам денсаулығына пайдалы тұстары да өте көп. Қауын халық медицинасында белгілі бір мағынаға ие. Қауын құрамында қанттың мөлшері көп. Ол жаздың аптап ыстық күндері шөлді жақсы басады. Сонымен қатар оны үздіксіз пайдалансаңыз, асқазанға пайдасы зор. Беттегі безеуді, секпілді кетіруге көмектеседі. Оның құрамында фолий қышқылы болатындықтан қан аздық ауруларында кеңінен қолданылады. Қауынның дәнін туберкулез, бронхит, ревматизм ауруларына және жүрек қан тамыр ауруларында, бүйрек пен бауырдың дерттерінде қолданған. Ежелден ақ қауын шырынын ішек құрттарына қарсы ем ретінде тамақ аурулары мен созылмалы жөтелге қарсы пайдаланып отырған. Қауын төмен калориялы жеміс түрі, оның 100 граммында не бары 33 калория болады. Сондықтан оның артық салмақтан арылғысы келетіндерге жеуге кеңес береміз. Сонымен қатар ішіңізді жүргізуге де әсері өте пайдалы. Егер ішекті зиянды заттардан, қоқыстардан тазалағыңыз келсе, қауынды жеңіз. Кімнің бауыры және қуығы ауырса, сол адамдарға қауын өте пайдалы. Бүйректен тас пен құм шығарғысы келсе, қауынды пайдалану керек. Қандағы гемоглобин мөлшерін көбейткіңіз келсе, онда сізге қауын көмекке келеді. Ағзаңызды әртүрлі аурудан құтқарып, иммунитетіңізді көтергіңіз келсе, онда қауын жеңіз. Жүрек қан тамыр ауруларында алдын алады. Жүйке жүйесін тыныштандырып, жазда шөлді басатын ең тиімді жемістің бірі. Ал енді осы аталғандарға жеке-жеке тоқтала кететін болсақ, қауын салмақ жоғалтуға өте қолайлы. Кейде салмақ жоғалту эстетикалық мотивация ғана емес, салмақпен байланысты кейбір бұзылулар болады. Мысалы, семіздік денсаулыққа үлкен зиянын келтіреді. Сондықтан қауын тәрізді құрамында су мөлшері жоғары, 90%-ға дейінгі суы бар тағамдарды тұтыну салмақ жоғалту диетасының құрамдас бөлігі үшін өте қолайлы. Қауынның құрамында калория, май және холестерин өте аз. Қауынның қартаю процесін алдын алатынын білдіңіз бе? Қауынның құрамында коллаген көп. Ол теріні және тіндерді қалпына келтіруге көмектеседі. Сондықтан ол бізді жасартады. Коллаген бұл ағзаның денсаулығы үшін көптеген пайдасы бар ақуыз. Ал қауын өзінің бай, хош иісімен қатар, оның құрамының арқасында ерте қартаюдан аулақ болуға мүмкіндік береді екен. Мен айтып өткенімдей, қауын жаз мезгілімен байланысты және оның көп бөлігі оның құрамындағы судың көп болуымен де байланысты. Егер сіз физикалық жаттығуларды жақсы көретін болсаңыз, физикалық жаттығулардан кейін өзіңізді қалпыңызға келтіріп, жоғалған судың орнын толтыру үшін қауынды пайдалансаңыз болады. Қауын құрамындағы тағы бір қосылыс бұл кальций. Өйткені әрбір 100 грамм тағамнан 15 грамм осы минералды табуға болады. Кальций сүйектер мен тістер үшін өте маңызды. Ал қауындар олардың
қалыптасуына және олардың сау әрі мықты болуына белсенді ықпал етеді. Қауын жүректің денсаулығын жақсартады. Сондай-ақ қауын тұтынудың арқасында жүрек денсаулығына жағымды әсер етеді. Өйткені бұл тағамда кездесетін аденозин мен ликопен кейбір зерттеулер ұсынған инфаркттың төмендеуіне байланысты ықпал етеді екен. Сондай-ақ қан айналым мен қан тамырлардың дұрыс жұмыс істеуіне әсері бар екен. Көздің денсаулығы үшін қауынның қандай пайдасы бар? Қауын құрамында бета-каротин сияқты каротиноидтардың болуы көру қабілетін жақсарту үшін пайдалы. Сәбіз немесе қарбыз сияқты бета-каротин А дәруменен айналады. Оны организм көз функциясын қалпына келтіруге және торлы қабықтағы пигментті дамытуға қолданады. Бұл түнгі көруге де оң әсерін тигізеді. Ас қорыту жүйеңіз нашарлап жүрген болса, бұл қауынның құрамындағы су мен талшықтарды көп болуы ас қорытудың жақсы жұмысына жақсы әсер етеді. Сондықтан біз бұл өнімді жиі тұтынуымыз керек. Шындығында қауынды тұтынған кезде ас қорыту жүйесі тұтастай алғанда жақсартады. Бірақ сонымен қатар бұл жеміс асқазандағы ауырсынуды азайтуға көмектеседі және адам диареядан зардап шеккен кезде де пайдалануға болады. Бұл жағдайларда оны шырын ретінде тұтыну керек. Қауын антиоксиданттардың көзі болғандықтан сүт безі, қуық асты безі, ішек, өкпе немесе ұйқы безі қатерлі ісіктерін қорғауға көмектеседі. Бүйрек ауруында қауын қабылдаудан да пайда көреді, өйткені олар адамдарға дәретханаға баруға көмектеседі. Бұл ағзадан токсиндерді шығару үшін бауырға көмекші құрал болып табылады. Ал осы органдағы проблемалардан зардап шегетіндер үшін таңертең таңғы ас ішер алдында қауын шырынын, лайм шырынын араластырып ішкеніңіз дұрыс. Сонымен достар, біз сүйіп жейтін қауынның пайдасы сіздерге ұнады ма? Көптеген білмейтін ақпаратты білген болсаңыз, арнамдағы видео сізге ұнаған болса, тіркеліп, қоңыраушаны басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін. Сіздермен бірге плюс бәріне керек арнасы.